құрметті көрермен, енді инста әлемде осындай жаңалықтар болып жатыр екен, бірақ негізгі жаңалықтың бәрі біздің студияда. Сондықтан алдағы уақытта сіздер тыңдайтын сұхбатты мүдірмей, үзбей көріңіздер. Дәл қазір біздің студиямызда қонақта асабамен, шоумен Нұржан Тұтып және оның асыл жары Гүлшат Тұтыва. Қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Мені бірінші рет асабамен деп Негізі актер, пародер. Өзімнің ойлап тапқан сөзім ғой. Мейлі, болды. Күлсін дегенім ғой. Асабамен, болды. Асабамен деген Шешілді, бітті. Қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Көптен көріспедік. Енді сіздерді үлгілі отбасы ретінде салыстырып жатырмыз ғой. Шынымен де бақыттысыздар ма сіздер бір-біріңіз? Жақын өтіп Аяна осы жерде мен айтып кетейінші. Осыдан 4 жыл бұрын Нұржан аға мен Гүлшат ханымның отбасына мен сырттай емес, іштей көріп қайтқан болатынмын. Үйлеріне кіріп, дастархандарынан дәм татып, әдемі әңгіме құрып. Әттең-ай, сол бағдарлама қалың көрерменге жол тартпай қалды дегенмен де ол уақыттың еншісіне деп ойлаймын. Сондықтан мен сіздерге 100% осы нағыз бақытты отбасы деп айтамын. Ал мен болсам Гүлшат Тұтываның, Нұржан мырзаның отбасына барғанда жоқпын. Етті де жеген жоқпын. Құдай қаласа бәлкім қонаққа шақырып қалар деген үміттемін. Иә, шақырам. Кел. Сонымен ары қарай біз енді сұхбатымызды жалғастырайық. Енді бақытты отбасы, отбасын сақтап қалу үшін әйел адамға ең алғашымен не керек? Әйел адамға ең басты түсінік керек шығар деп ойлаймын. Ақыл керек, сабырлық керек. Сол кезде ғана отбасыңда көбінесе ұрыс-керіс, жетіспеушіліктен шығады ғой. Сондықтан сабыр. Отбасында әдетте ерлі-зайыптылар бір-бірін өзгертуге тырысады. Сіздер бір-бірлеріңізді өзгертуге тырыстыңыздар ма? Мен өзгертуге тырысты. Нұржан аға, өйткені кілең ер баланың ортасында жүргеннен кейін. Өзгермедіңіз. Ыңғайлатам ғой. Бұған шыдамдық керек шығар. Кімді ыңғайлатасыз? Өзіңізді ыңғайлатасыз ба? Өзіне ыңғайлатады да мені. Өкісі өзіне ыңғайлатады, сөйтіп ұрсып жүреміз, ыңғайлатады. Сен маған көн, мен саған көнейік деп. Соңғы рет қашан бір-біріңізді құшақтадыңыздар? Кеше мысалдың күні. Жоқ, кеше. Жоқ, мен де көргім келді. Қалай құшақтадыңыз? Қолмен алысып, кеше мен гастрольдік сапардан келдім. Содан сағынысып бүйтіп құшақтастық. Амандастық қой. Енді не дейсің енді үйге келіп шай қой демейсің? 30-дан кейін жараспайды екен ол елдің көрісі. Құшақтасып, жоқ, мен күйеумен сол сіздердің жастарыңызда мен солай бақытты отбасы сондай болғым келеді, сүйіскім келеді мәселені. Оны біздің жасымызға келгенде көреміз. Енді қазіргі таңда ер азамат ретінде сіздің пікіріңізді білгім келіп отыр. Көптеген отбасылар қалың көрерменнің алдында әдемі рөлдерін ойнап шығып жатады. Біз кереметпіз, сұлумыз, бәрі жақсы, баймыз, қуаттымыз деген сияқты. Ал шынту айтқанда олай болып шықпайды. Осы дұрыс па, бұрыс па? Кім жаман көргісі келеді елдің алдында? Жақсы дейсіз ғой, өзіміздің ас үйіміз ғой, кухнямыз. Бұл жерде бәрін біз негізі сұхбат бергенде де көп шындығымызды айта бермейміз. Сізде бірінші хатшы, сіз журналистсіз біздің үйге келген. Көбісі сұранған ең соңғы келген қазіргі арнада. Ешкімге біз үй ішімізді көрсете бермейміз. Иә, сол себептен әрине жасырады. Жаман кім көрінісі. Ал бірақ отбасы болғаннан кейін, әйгілде белгілі мақал бар ғой. Отбасы болғаннан кейін аяқсын сыңғырламай қоймайды дейді. Әрине әртүрлі күндер болады. Ыдыс-аяқ быт-шыт болған кездер болды ғой. Быт-шыт болады, сынған болады, соны клейлеп, жабыстырып, сыпырып, мусорға лақтырып. Енді Гүлшат ханым, айтыңызшы, сіздің тұрмысқа шыққан кезде өміріңіз қаншалықты өзгерді? Қалай таныстыңыздар, қалай болды? Кім-кімнің артынан жүгірді деген сияқты әңгіме? Мен негізі өте ерке қыз болып өстім. 3 жылдың ортасындағы еркекше, былай айтқанда, еркекше тәрбиелер алдым да. Сондай нәзіктік деген менде болған жоқ. Содан кейін мен тіке айтатын, жақсы көрем ба? Мен айтам, тіке айтам, мен жақсы көрем. Мен жүргім келеді, мен саған тұрмысқа шыққым келеді деген сияқты. Сөйтіп айттыңыз, иә, Нұрекеге? Өз бірінші болса айтты. Мен айта берем. Сөз салған сіз екенсіз ол сөзді. Сөйтіп алатын түрі жоқсың, соң өзім салдым. Сөйтті. Сосын алдыңыз, иә? Тікелей айтқан жоқ қой, намек кетті ғой. Астарлап. Жоқ, бұлдақ айтқан жоқ. Өміріңіз өзгерді ме сонымен? Өзгерді өмірім. Өзгерді.
мен өзімді қыз сезіне бастадым. Мен қыз екенмін ғой, менде де сезім, махаббат болады екен ғой, жүрек бар екен ғой, нәзіктік бар екен ғой деген сияқты қызға тән. Содан кейін айналаңа қарасаң, жігіттер бар екен ғой деген сияқты. Иә, бәрі ағамдай көрінетін, бірге жүрген ауылдас, солай көрінетін. Сөйтіп қарасам, отбасын құруға да лайықты жігіттер бар екен ғой деген сияқты. Сөйтіп бірінші Нұрекеңді көрген кезде білмеймін қайдан келгенін, ол космостан келді ма, ол ой, осы жігіт менің жарым болса қалай болар екен, деген ой туды бірінші. Сөйттім де жоқ болды деп ойымның бәрін қайтарып жібергем. Сөйтсем, жоқ. Осы Нұреке болса үйленсем ба, үйленбесем ба, ертең екен деп жүрген. Бірінші кездері ма? Жоқ. Мен мынау алғашқы бір көргеннен ғашық болып қояды дейді ғой. Мен ондай болған жоқ. Ондай болған жоқ. Біз екеуміз қырылысатынбыз, ұрысып қалатынбыз. Бірінші кезде бұл мені жек көреді, мен бұны жек көремін, екеуміз бірімізді жек көретінбіз. Бұл өйткені бұл ұнатпайтынбыз. Орысша сөйлеп, орыс қыздармен жүретін. Құпияның бәрі мінеке ашылып жатыр. Сосын жүретін. Жүресің ғой енді, отырмайсың ғой. Отырмайсың ғой, қан қайнап тұр деген сияқты. Мен өзім жүрем деп жүрмеймін, өздері жүр. Нұрекенің артынан бәрі жүгіру шығар. Гүлеке де жүгіртті ғой, иә? Енді шашы бұйра қалың жігіттік. Ол кезде вид басқа ғой. Иә, кішкене былай президент. Иә. Жоқ, көп болды таныстарым. Қыздар көп болды ма әлде қалай? Жоқ, болды. Мен немесін жасырамын оны. Жақсы, Серлік жасадық қой. Барлығы ойлайды, Нұржан ағаның жалпы халықтың алдында сіз әрдайым көңілді жүресіз, позитивті жүресіз, көп қалжыңдайсыз, орынмен сөз айтып қалуға тырысасыз енді. Оның барлығы жақсы біледі. Сіз енді өнер адам болғаннан кейін сізде енді актерлік шеберлігіңізді қалың көрермен қалай ойлайды? Оларды отбасында дәл осылай жүреді деп ойлайды. Ал шынту айтқан кезде Нұржан аға өте сабырлы, өте байсалды, деп естіп жатырмыз. Экраннан бөлек көп қалжыңдамай, көп күлмейді, оның рөлін керісінше жайлап, жайпап жүретін мінекей біздің Гүлшат ханым. Осы орайда қазіргі отбасыда жастар отбасын құрады да біраз жылдардан кейін ажырасып кетіп жатады мысалға. Сақтауға ешбір талпыныстары жоқ, махаббат жоқ деп айтады, сенім жоқ деп айтады. Енді бағданда біз бір талқылап жатқан. Өздеріңіздің жалпы осыған көзқарастарыңыз қандай? Оларда төзімділік, шыдамдылық жоқ. Оларға бәрі дайын бола қалса. Кішкене бастарына қиыншылық түссе болды, ажырасамыз деп шыға келеді. Жоқ, ол семья деген, ол үй құрғанмен бірдей. Бір күні фундамент құясың, ол фундаментті құйып, қалай құю керек оған? Оның өзінің структурасы бар, оны қалай ішіне арматур салу керек, оның ішіне цемент, су құю керек. Гүлді қалай өсіресің? Ол да отбасы деген гүл ғой. Оған су құю керек, күнге шығару керек. Өсіру керек, бір жері солып атады, оны баптау керек. Ол отбасында осылай баптамасаң, ол болмайды. Қалай ажырасасың? Бұл кісі негізі үйленгелі, бір төркіне кетіп атады ғой, бірақ артынан барып, кешірімді, өмір кетпепті ше. Үйден шықпайды кетші бір күні. Мен дем алып алайын деп. Мен кетіп қаламын. Төркіне кетіп көрмепті яғни. Білмеймін, қанша. Мен 26 жыл болды отандасқанымызға, биыл. Мен 26 жылда бірде-бір рет кеткен емес. Мен кеткен қыздар түсінбеймін. Жоқ, енді тойға бірдеңеге бармай ма деген мұң? Жоқ. Аблай барып жүр ғой. Қайда барасыңдар? Мысалға, бір рет менде мындай болды. Үйді бір айналып қатты ұрысып қалдық та. Сосын кейін мен бір кетейінші деп ойладым да, енді кетейінші. Сөйтіп, құрбымның үйіне, енді құрбыма звондадым. Енді оның жағдайы бар, содан кейін ойладым, оның үйіне сиям бала шағам мен деп ойладым ғой, ой кетеді ғой жәнегі жерде. Сөйтіп соған звондадым да, мен осылай ренжісіп қалдым, сен үйіне бара жатырмын деп. Қалай келе жатсың, солай қайт деді. Сонымен дәл қазір жарнамадан бұрынғы әңгімемізді жалғастырамыз. Гүлеке, алып жіберіңіз аттың басын. Сонымен үйден кетіп қалдыңыз. Үйден кетіп қалдым да, бала шағамды алып құрбыма бара жатқам ғой. Сөйтіп звондадым, сен үйдесің бе, мен саған бара жаттым, осылай Нұрекеңмен ренжісіп қалып едім деп. Соң айтты, қалай келе жатсың, солай қайт деді. Мен сен тоқалдық қалмаймын деді.
сосын мен күліп жібердім да оның сөзін сондай әзілмен айтқанын, өйткені Нұрекеңнен басқа сенің 3 балашағыңды кім асырайды? Иә, ол Нұрекеңе бар деп сөйтті. Соған бола ғана бардыңыз, иә? Иә, әрине ол мені басу айтты ғой. Менің ашуымды қайттарды ғой. Әйтпесе мен ашуыма одан сайын дұрыс бопты. Кел, қазір жән шығарайық біз оның өсектеп десе. Өзеттей болып келеді артыңнан. Отбасылық достарыңыздың қандай болғаны да өте маңызды дейсіздер ғой. Иә, өте маңызды. Жарнама уақытында әңгіменің басы ашылып қалды. Сіздер бір ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды дедік. Сондай бір жағдайда отбасылық психологқа жүгінген кездеріңіз де болыпты ғой. Осы жайында кішкене айтып жіберсеңіздер. Қалай ағамызды көндірдіңіз сіз жалпы? Осы айтты, баршы деп. Что-то көп ұрысып кеттік ше? Жаным айтты десеңші. Мүшел жаста болдым ба, или сондай орта жастың тоқырауы болды ма, сондай бар екен ғой. Депрессия дейді ғой. Сол жерге бір түсіп кеттім ба, менен болды негізі. Ештеңені жақтырмай, сондай бір менің әрбір жүрісімді жақтырмайды да, тұрсам да жақтырмайды, отырсам да жақтырмайды, бір жаққа кетсем де жақтырмайды, келсем де жақтырмайды. И жұмыс та аз болып қалды, тоқтап қалды жұмысым. Рейтинг, иә, соның тамашаның да кішкене рейтингі құлап қалды. Сондай бір уақыт болып қалды да. Кейін қалай туған күнім өтті? Мүшел жас дегенге сенбейтінмін мен ше. Қалай туған күнім өтті? Бәрі жоғары кетті. Ал жақсы, қалай туған күні өттіңіз? Ал отбасылық жаңағы психолог көмектесті ме? Иә, көмектесті. Бірінші мен бардым психологқа. Неге менің жолдасым екеуміз осылай біраз уақыт болды. Екеуміз уже ажырасуға дейін кетіп бара жатырмыз. Неге? Ал мен ажырасқым келмейді деп. Сондай немен бардым да. Мүмкін сіз отбасында сақтап қалуға мүмкіндік береді. Енді кімге барып айтарым? Енді барып мамаң айтпайсың ғой. Ол кісілер уже айтады ғой, жасың 50-ге келгенде қайқа барайын деп жатсың деп. 50-ге емес, 40-қа десейші. Жасың 50-де емес қой. В общем, көмектесті. Маған көмектескен жоқ. Біз сөйлесіп кеттім содан кейін. Міне, ер азаматтар көбінесе психологқа бара бермейді. Мен айтты бірдеңе деп, қағазды өртедім, сен сол қағазды өртедім. Что-то бірдеңе жасадым. Тренингтің ешқандай. Көмектессе де аға көмектеспеді деп өзінше. Енді Нұреке айтыңызшы, сіз енді қанша болды? 26 жыл болды ма? Оталасқандарыңыз 26 жылдың ішіне бір қатты ренжіп, өзіңіздің, яғни сол ренжіскен уақыттарыңыз болған шығар енді. Қатты ренжіп, намысына тиген уақыттарыңыз болды ма? Сол кезде Гүлеке қатты кетіп қалып, ай, басым ай, менің Гүлекемсіз қалай өмір сүрейін деген сәттер болды ма? Іште айтасын, сыртта білдірмейсің ғой. Енді әйеліңізге пародия жасай аласыз ғой, пародийсіз ғой қазір. Ой, бұған жаман, болмайды бұған жасауға. Қазір халықтың алдында жасап, одан кейін үйге кіргізбей қойып жүрсе тағы. Жоқ. Ойыма кірмепті, қазір айтып атқаннан кейін қазір мен қалай жасап. Сіз ойлана беріңіз, біз Гүлекемен сөйлесейік, ә? Сөйлесе беріңіздер. Жасай алмаймын ау бұны? Жасай алады ол. Нұрекенің қолынан келмейтін дүние жоқ. Жаңа өте маңызды нәрсе айтып қалдыңыз. Ер азамат дағдарыста жүрген кездерім болды дедіңіз. Тамашаның рейтингі түсіп қалды. Құрметті көрермен, айта кетейік, Нұржан ағамыз мінекей 3 жылға жуықтап Тамаша ойын-сауық директоры. Жақын арада бұйыртса 40 жылдығын тойлайық деп жатырмыз. Күзде мінекей өте ауқымды жұмыстар қазір басталып кеткен шығар. Бұл енді шығармашылыққа байланысты. Сонда ер азаматтың нағыз мотивациясы не болу керек? Қалай ойлайсыз? Жұмыс, еңбек, отбасында әйелінің тек қана үйге қарауы, дастарханын жайнатып, бала-шаға таза ұстап. Оны үйде отырып, тек қана тамақ жасап, бала-шаға миыңды ашып жібереді ол. Жұмысқа шыққан дұрыс. Мен өз ойым. Себебі қатарын қарайды, құрбыларын көреді, жұмыс істеп жүрген құрбыларын көреді, олар әңгіме айтады, сыртқа шығарып, кішкене өсек айтып, іштегін шығарып тұрмаса болмайды, бәрін айтпайды ғой бізге. Айтпайды ғой. Ал ер азаматты не шабыттандырады? Әйелі шабыттандырады ма 26 жыл отауласқан ерлі зайыпқа? Бала ғой. Бала-шаға. Әйел қайда қалады сонда? Әйел енді. Қайда барады дейсіз ғой? Бала-шағаны ойлайсың ғой. Жалпы дүниеге келіп, сәби келгеннен кейін өмірің тағы да күрт өзгереді екен 180%-ға. Содан кейін соларды ойлайсың да. Соларды ойлайсың, тәрбиесін ойлайсың, артқа кетіп қалады бұның жағдайы. Бала-шаға болмағаннан кейін кімге қарайсың? Бір-бірінің бетіне қашан қарап отырасың?
білем бала шаға жоқ концертке болса көбісі айырылысып кетеді, болмайды бұл. бір театрға, концертке, киноға барған кездеріңіз болды ма? Иә, барамыз біз. Концертке барамыз. 15 жыл бұрын Бұл ғана емес, Юлдыз Усманованы жақсы көреді. О, Келсе болды, сразу билет аламыз да. Жалпы өнер адамдары бір-бірін таң қалдыруда өте қиын сияқты деп ойлаймын. Өздеріңіз біреуді таң қалдырудан шаршамайсыздар, ал бір-біріңізді қалай таң қалдырасыздар? Сонша жыл отасып келе үйге жатсыздар. келмеймін десеңізші. Таңғалатып зерттеп қойдық қой бір-бірімізді қатты. Дегенмен де Сұрамайсыздар бір-біріңізді, Жаңадан иә, қосылып қазір? жатқан жаңағы жастарға мүмкін Не, сіздерден кеңестеріңіз? кеңес болады ғой? жалпы мына Генри Форд айтқан екен, дүниеде екі нәрсе бар, екі таңдау бар. Біреу мамандығың, екінші әйелің. Осы екеуін дұрыс таңдасаң, қалғаның бәрі әйтеуір еңбектің арқасында келеді деп. Сол рас, сол өте бір жауапты қадам үйлену. Барша жауапкершілікпен қадау керек. Бірақ мынандай бір әдіс бар. Уақыт бар ма жоқ па? Уақытпен өте тексеріп шектеулі. көру керек. Бір ай ажырасып кет. Мәссаған. Ажырасып кеткенмен Эфирден үйленбей тұрып. сөйлесейікші, Бізде осылай отбасымызды сақтап жүргенімізде екеуміз де әртіспіз ғой. Бұл гастрольге көп шығып кетеді, мен шығып кетемін. Сол кезде бір-бірімізді сағынысып көрісіп, Сағынысып бір-бірімізді сол да отбасы бар. Ал сол бір айда ұмытып кетсең, сол ол емес. Түсінікті. Қоймай Ендеше бір біз айда. эфирден тыс міндетті түрде жалғастыратын боламыз. Нұржан аға, Келгендеріңізге Гүлшат рахмет. тәте, үлкен рахмет. болды ма? Негізі сіздер жайында Пародия дайын ғой. сіздер жайында бөлек бағдарлама түсір керек. Уақыт деген тым шектеулі, енді дегенмен де тақырыпқа байланысты айтарыңыз болды. Соған сізге рахмет. Қандай тамаша кеңестер бердіңіз. Әлі де кездесеміз. Амандықта тілдескенше Рахмет, сіздерге де рахмет. ал дәл қазір